Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы эволюциялық ұғымдардың қалыптасуы және дамуы. Чарльз Дарвиннің эволюциялық ілімінің негізгі қағидалары. Сабағымыздың негізгі мақсаттары Карл Линней мен Жан-Батист Ламарк еңбектерінің негізгі қағидаларын оқып зерттеу және эволюция ілімінің қалыптасуындағы Чарльз Дарвин еңбектерінің рөлін түсіндіру. Эволюция ұғымы латын тілінен аударғанда тарихи даму деген мағынаны білдіреді, яғни тірі ағзалардың тарихи дамуының қайталанбайтын үдерісі. Эволюциялық дамуда Карл Линнейдің табиғат жүйесі мен ботаника философиясы атты еңбегінде өсімдіктер мен жануарларды жіктеудегі негізгі қағидалар мен олардың жүйелік санаттары берілген. Жан-Батист Ламарктың эволюциялық теориясы тірі ағзалардың тіршілік құрылымының біртіндеп жоғарылауы. Жан-Батист Ламарктың жасаған сызба нұсқасында ағза бейімделгіштігінің қоршаған орта жағдайына тәуелді екенін көрсетті. Чарльз Дарвин эволюция не үшін жүреді деген сұраққа жауап берді. Осы сұрақтың жауабын тыңдау үшін берілген видеоға назар аударыңыздар. 1831 жылы Чарльз Дарвин навигациялық карталарды жаңартудың мақсатымен ұйымдастырылған саяхатқа шықты. Табиғат зерттеушісі ретінде Дарвин Вигл кемесінде Оңтүстік Америкаға және Галапагос аралдарына жетті. Кеме порттарға кірген кезде Дарвин жағаға түсіп, өсімдіктерді және жануарларды олардың әртүрлі тіршілік орталарында бейімделу қабілеттерін бақылады. Галапагос аралдарында ол әлемнің басқа жерінде мекендемейтін хайуанаттар әлемін және өсімдіктер дүниесін анықтады. Бірақ Дарвин олардың Оңтүстік Америкада мекендейтін өсімдіктер мен жануарларға ұқсайтынын байқады. Демек, бұл аралдарды олар отарға айналдырған деген болжамды ұсынды. Ол торғайдың 13 түрін бақылауды негізге ала отырып, бұлар шамасы бір түрден тараған деген тұжырымға келді. Ал олардың өзгергіштігі оқшауланудың және азық пен оның жеткілікті болуы секілді ортаның әртүрлі жағдайларының нәтижесі болып табылады. Дарвин сондай-ақ белгілі бір түрдің жеке дарақтарының өлуі немесе өміршеңдігін сақтауы кездейсоқ емес екенін байқады. Өміршеңдікке және көбеюге үлкен мүмкіншілігі бар даралар өздері мекендейтін ортаның жағдайларына жақсы бейімделген. Бұл механизмді Дарвин табиғи сұрыпталу деп атады және эволюцияның негізгі себебі ретінде анықтады. Видеоны көріп, сабақты түсінген болсаңыздар, бүгінгі адасқан ұғымдар атты тапсырманы орындап көрейік. Эволюциялық ұғымдар беріледі. Бұл ұғымдарда Карл Линней мен Жан-Батист Ламарктың еңбегінде берілген негізгі ұғымдарды топтарға жіктейсіздер. Берілген тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі сабағымызды SMS хабарламасы арқылы қорытындылаймыз. Бұл рефлексияда маған мәтін арқылы хабарлама жолдай аласыздар. Бүгінгі үйге берілетін тапсырма сәйкес келетін тұжырымды таңдаңдар. Бүгінгі сабағымыз қызықты да сәтті өтті деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.